Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Мынау міне біздің салған кішірек загон ғой. Екіншісі. Міне. Кішігірім мына жағынан шифер салдық. Бірақ сымды көрдіңіз бе? Мынаны да тестік, ананы да тестік. Сквозной екеуі де. Міне қараңыз, тесік бәрі. Бәрі осы орнаттық қой. Мынау тесік, мына дәуде тесік қой. Ар жағын сквозной тесіп орап тастадық. Стойкының бәрі міне ясень деген ағаш, өте қатты ағаш. Содан салдық. Баратаның примерно осылай. Ескі зданиядан шыққан терезе, соған балалар ошым бірдеңе придумать етіп жасай салды. Мына болтқа отырғыздық. Төбесі штап мықты болсын деп. Мынау ақырлар примерно. Енді саят қараңыз. Мынау біздің малға укол салатын және таңба басатын типа. Малды осыған кіргізіп, алдынан артына бөреле саламыз да. Жаңағы таңбасын несін жасай береміз. Бірақ алдыңғы жағын усилтетіндер дегім жігіттерге. Мынаны көрдіңіз бе? Арматурамен сквозной тесіп. Мына жағынан сквозной тесіп. Мына жағынан кішкене варт етіп дедік. Основной удар алды ғой енді. Алдына кеп соғылады. Ар жағы енді қоршау болғаннан кейін о жағы сыммен қалды. Міне сым тесілген тоже сквозной. Барлық жағы сквозной ғой. Так, мынау екінші загон аят. Мынау енді ана телешкі, бұрын шөп жинайтын телешкінің борттары ғой, қызыл. Мынау тоже ворота. Міне примерно қазір ар жағын көрсетем. Кеше жом түсіргенбіз. Что-то жемей жатыр. Қылшадан шығатын жомшы. Что-то жемей тұр. Иісте. Мына жағы міне мына загон. Мына жақтың загон осындай. Примерно тоже. Осылай. Сиырлар қырдан ма, подсостарым ғой менің. Біраз қалды енді. Ем жүргендерін алып кеттік. Мынау телешкі ғой. Бізде енді мына төрт аяғы ғой. Төрт аяғы мына біреу. Бел-бел не дейді мына. Соны кәдімгі ұзын болтқа отырғыздық. Шпилькі дей ма не дейді. Ұзын төртеуі де сонымен тұр. Содан кейін біз мынаны былай жасадық. Жаңағы мына біреуді байлау үшін, мына ағашты байлау үшін сквозной тестік қой. Мына жерде тесілген, мынау да тесілген ғой. Мынадан бәрі тесілген. Мынау мына болтқа тұрғызылған. Не болғаннан кейін. Мына примерно осылай ғой. Сквозной. Мынау да тесілген. Сонда мынау ары-бері жылжымайды ғой. Бір орында тұрады ғой. Ары-бері қашпайды. Сол. Тағы енді төбесі жабылды, мына жақта енді. Жаңбыр қар болған кезде осында тұрады. Сол енді мына жерде енді мынау біздің укол салатын, таңба салатын жаңағы кішігірім расколымыз. Бұл жерде міне бәрін тестік сквозной, бірақ алдыңғы жағы арматурамен тоже сквозной тесілген, міне полный. Неге десеңіз, алдында удар көп болады. Бәрі сквозной. Бір-біріне бірақ варт етілген арматуралар. Варт етіп қойдық. Алдын бөгейсіз, артын бөгейсіз, ішіне мал тығасы да болт уколыңызды, таңбаңызды баса бересіз. Бәрі сквозной тесілген. Содан кейін жаңағы мына есік калитка. Мысалы мынау енді бір загон ғой.
Мынау загон. Мысалы, малды мынаған кіргізу үшін мына есікпен алдау керек бұларды. Мына есік, міне былай айтқан кезде мынау ашылады. Мынау ашылады. Міне. Мынау жабылады. Міне мынау жабылады. Мынау міне. Сол кезде осындай мал өтесінде коридор болып қалды ғой. Міне. Есікпен алдай саласыз. Мынадан былай кіріп кете береді, былай қаратыш. Есіктің өзін салған кезде де осылай кішкене ебімен салу керек. Мына жаққа мысалы мына ворот ашылады. Осынан кіргізесіз де, мына вороттан кіргізіп, арғы загоннан кіреді де, соң кейін мына жағынан кіргізіп, осында кіреді де, міне. Тура осылай кіреді де, укол салып, ар жағынан шыға береді малды. Артына бөрене сала саласыз. Мына екі жаққа тақалып қалады ғой мынаған. Мынаған және мынаған болмаса ар жағына қысып. Біткеннен кейін мына есікті қайтадан расколды жаба саласыз. Болды. Мына есікті қайтадан бері қайтара саласыз да, міне. Загоныңыз жабылды. Мына загонда одан кейін общий мына жақтан былай жаба саласыз. Міне, болды. Сол кезде есікпен бірталай шаруа жасалып тұр ғой. Міне.